Bizler қазір Грузия еліндеміз. Осы жаққа келгеніме бір 2-3 күндей болды. Бұйыртса негізі машина алуға және саяхат жасауға келгенбіз. Ауа райы енді бұл жақта ыссы. Қазірдің өзінде бір 12-13 градус болып тұр. Мен ауылдан киіп келген қалың киім бар. Сол менің жүріп жатырмыз әлі. Ал біз мына жерде қайда отырмыз? Мынау дейтін Грузия еліндегі машиналардың қосалқы бөлшектерін сататын жер. Біздер негізі өзіміз машина алып алғанбыз ғой, мынандай машинаны. Алып алғанбыз, енді анау лавовый жарық еді, соны жасатып алып жатқан жайымыз бар жолда істеу үшін. Иә, бұл жерде барлық заттар бар деп жатыр, дискілері бар, дөңгелектері бар. Сондай жерге келіп тұрмыз. Бұл жерде қазір мына жерде көрініп тұрған доллардың курсы 2,66 лари. Бұл біздің теңгемен шаққанда бұлардың бір лари 190 теңгенің шамасында. Енді біз бұлай аккурат етіп 200 теңге деп есептейміз. Мысалға бір лариді 200 теңгеден деп есептейміз. Мына жердің адрес как здесь? Как называется? Адрес как называется? Адрес? Элева базар. Базар Элева? Да. Запчасти продается, все продается. Базар Элева. Нет, улица как называется? Гела Рахпиам Кучас? Улица Агладзе. Агладзе. Улица Агладзе. Ана бұл жақта неге Яндекс карта бар, соған жазасыздар, немесе Google Mapsқа жазсаңыздар, алып келеді уже. Біздер де солай келдік. Жалпы айтып таныстырып жатқаным ғой. Бұл енді Грузия елінде мына Тбилиси, ол үлкен қатты үлкен қала емес. Тағы да әрі қарата аралағанымда жүргендерімізді салып тұратын боламын бұйыртса. Мынау Грузияның көшесі. Жер деген шөп, көктем болып жатыр. Талдар жап-жасыл болып тұр. Бүгін күн ауа райы плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Осылай да ән айтып, әуендетіп, қызмет көрсететіндер бар. Қалтаға қиын болса беріп кетуге бар. Мынандай үлкен мегашоп дейді. Кіріп көреміз, қызық бола ма? Ал қарайық, қызық болса. Не бар екен? Дүкен сияқты ғой. Бірінші қатары мынандай тамақ дүкен екен. Жақта тәтті тамақтар бар, кулинария сияқты іш шығады. Жоғарысы мегашоп дейді. Осы жағын көрейік те. Не бар екенін. Үстіме жұқа куртка болса, баратын. Арзандау болса деген сияқты ғой. Қарайын. Алайық. Мынау үстінде куртка қап қалың. Аяқ киімдер. 39 лари дейді. Так, 8.000 теңгеге жетпейді. 7800 теңге. Бірақ материал онша емес сияқты. Что-то 7800 теңге аяқ киім бар ма сонда не? Бұл жақта негізі қымбаттау болады. Бұл жерде енді жоғарғы сортты киімдер болады. Себебі Еуропадан келеді. Сондықтан да қымбаттау болады. 69-70 лари деген сөз 14 теңге ғой. Так. Бізде сондай ма бағалар жоғасы? Мынау аяқ киім 15 мың теңге екен. Күйеуі болады, жеңіл. Бірақ білмеймін, что-то материалдар ұнап тұрған жоқ. Алло дегенде бар, 14 мың теңге болды. Ал жоқ 8 мың теңге. Мындай жұқа курткалар қарап едім ғой. Жұқа курткасы жақсы екен. 26 мың теңге. Курткасы. Мынау қалыңдау екен, мынау жұқалау екен. 26 мың, мындай үлкен дүкен ғой. Ішінде киімдер, бірақ киімдер қымбат. Ысылап кеттім, мынаның ішінде жанып кеттім. Өзім қап-қалың киіммен жүрмін. Шығайық далаға. Жүріп, былай қарта, шетке қарта шығып кеттім, өзі бар ғой. Мына жерде өзі жылқылар да жайылып жүр. Балшық та жайылып жүр әне. Ағып жүрген жылқылар бұлар. Басқа жер іздеді ғой, көгал бұларда. Неге бұл жерде жүр деп ойланып кеттім да. Жақта маған қарама қарсыдағы жаяу бір екі апай келе жатыр. Тоңқаңдап, шоқаңдап. Келе жатсам, бұл жерде колонкадан су ағып жатыр. Жер астынан ағып жатқан су сияқты. Үшірден ағып арғата кетіп жатыр екен. Қазір барып жақындап көрейік. Мына жер бір жүрген шаруашылығы ғой деймін. Фазенда ма бір нәрсе ғой, содан мына жер асты суын пайдаланып алып жатыр деймін. Мына жаққа қарата өзіне қарата жіберіп, ана жерден ертең жазда шабындық болатын сияқты. Бірақ сосынша суды ағызып қойғанда, мына қасында шөтшік жоқ, ештеңе жоқ. Жер астынан алынып кетіп жатқан су болып тұр. Қасына жақындауға қорқып тұрмын. Біреу келіп бірдеме дей ме деп.
Мына жаққа мына фазенданың ішіне кірсем күшті болар еді. Адамдар болса сөйлесіп, осындай ауылдық жерлер күшті ғой негізі түсіруге. Мен жаңа іздеп келе жатқан парктың ішіне келдім. Мынандай парк екен, жаңа айналама қарап келе жатырмын. Не бар екен, не істейді екен адамдар. Мына жерде беседкеде адамдар демалып отыр. Жастар. Судың жағасында, қастарында үйректер жүр екен. Демалатын жер екен бұл жер. Қазір қараймыз тағы да не бар екен. Жастар бар. Кетіп батыр алдында. Неге жақсы жер сияқты. Мына жерде катамарандар бар екен. Қыдырып жүретін. Жаңа мына кісіге барып сөйлестім. Сұрадым. Өз тілдерінде амандасып едім, мәз болып қалған сияқты. Не? 6 теңге дейді. 1 сағат айналып келу катамаранмен. Ана жерде бір кісі жаттығу жасап жатыр еді, бүйтіп аяқпен түседі, мінеді. Соны қызықтап қарап тұрдым да, жақындап бара жатқанда ол кісі кетіп қалды. Сосын қасына барып, артынан қуып келіп, амандасып, көзінше сөйлесіп кеттік. Жақсы кісі екен, жасы 73-те. Бірақ 73-ке ұқсамайды екен. Мына жерде кетіп бара жатыр. Молодец екен, түрі ширақ. Чемпион мира, Грузиядағы чемпион мира жүгіруден екен. Жаңағы 65-75 жастың арасындағы жас аралықтарындағы чемпион екен. Мықты. Мінекей судың жағасында пикник жасап отыр. Әдеміленіп, тамақтарын суларына келіп, демалып отыр. Мінекей осылай отыру керек қой жастар дегенде. Телефон шыға үйде жата бермей.